Assalomu alaykum kanal ko'ruvchilari. Sizlar bilan taqdim men. Bugun mavsumning 9'i. Sizga жаңалықтар. Так, мынау бізде өткенде соңғы рет шығарған балапандар уже 1 ай болды. Одан кейін тағы бір партия шықты. 50-60 шақты балапан. Олар әлі кішкентай, олар брудерда тұр. Мыналарды мен осы бүгін осындай детсадқа алып келдім ғой. Осы жерде кішкене өсірем, далаға шығармай. Содан кейін мына жақтағы балапандарға қосам. Кішкене өсіп алғасын. Өйткені қазір қоссам бұлар шығып тастайды. Бүгін осындай жусан орып алдым. Соны майдалап балтамен турап балапандарға себетін болам. Өйткені бұлар көкке шығып атқан жоқ пока. Сондықтан осылай турап осы жерге тастаймын. Бұлар онша көк шөпті біле бермейді. Сондықтан енді жеп үйреніп жатыр. Бүгін күні бойы демалыс болды, үйде болдым. Күндізгі балапандардың жағдайын түсірдім общем видеоға. Қазір осы видеодан кейін соңында сала кетем. Міне шықып бастап жатыр. Оларды бұл жерге көшірместен бұрын кеше откокцидиоза деген стоп-кокцид деген дәрі бар. Соны бір күн бердім, бір сутка. Содан кейін барып осы жаққа шығарып шөп бере бастадым. Өйткені жаңағы дәріні бермей бұл жаққа шығарып көк шөп беруге болмайды. Өйткені іші өтеді, балапандардың ауырады. Соның алдын алу үшін жаңағы стоп-кокцидті ішкізіп барып осы жаққа алып келдім. Бізде жаңалық осы. Басқа жаңалық жоқ. Ақырындап өсіріп жатырмыз. Алдында ойлаған, өскен балапандардың 2-3 айлық болған балапандардың қораздарын бөлем ба деп. Осы жерге комментарийға жазыпты кісілер, бөлмей ақ қой деп. Пока бөлген жоқпын, пока көреміз. Қатты бұлай шықып төбелесіп жатпаса 4 айға дейін бірге жүре беретін шығар. 4 айдан кейін алатын шығармын бөлек. Жалпы жаңалық осы. Осындай шөп төсеп тастадым. Астына көк шөп кептіріп төседім. Полный уборка болды бүгін. Мына жердегінің бәрін, балапандардың боқтарын бәрін шығарып, екі жақтың астына свежий көк шөптен төсеп тастадым. Құрғақ, жақсы болып қалды. Ал видеоның жалғасын қарап бағасын бере жатарсыздар. Келесіде кездескенше аман сау болыңыздар.